тұрған халыққа үлкен рахмет айтамыз. Мен әлі осында Мұқаштың мына Алмастың зданиясында 9 құмалақ деген спорттан тренер болып істеп жүрмін. Ал енді мына Өскеменнің халқының көбі орысша өскен, орысша жүрген, қазақтың спортын білмейді әлі күнге дейін. Жүрген жерлеріңізді айтыңыздаршы, ұқсын олар. Мына 9 құмалақты ашсақ, қазақтың жігіттері, қыздары кандидат мастер дегенді алса, любой университетке грантпен оқиды. Естеріңізде болсын. Мен шамам келгенше үйретемін. Ал енді Алмас балам әне қатар тұр, екеуміз кірісіп жүрді мәне тез бітсе екен деп. Молодец. Жаңа Мұқашты айтты ғой, осы тұрған халыққа. Тойхана деді. Жарайды, тойхана деген ол бөлек. Ол тойлату, арақ ішу, қыдыру. Ал мынау спорт деген бала шағаны дамыту, үлкен жігіт қып өсіру, мақсатын орнату. Ол спортпен айналысқан балалар жаман болмайды, атақты болып шығады. Жолдары, мына балалардың да жолдары ашылып тұрсын. Алмас тағы да бір емес, бірнеше осындай керекті, халыққа керек нәрсені салып тапсырып отырсаңдар, мына екі ұлды иық қасап көтеріп жүретін жігіттер бұлар. Бақытты болыңдар, үлкен азамат болыңдар. Құрметті қалайық, енді